Сәлем достар, бүгін біз сіздермен муравейне жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар осындай: қант, 2 жұмыртқа, ұн, ерітілген сары май, сүт, сода және де яблочный уксус қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды жаратын боламыз. Оны қантпен араластырып, жақсылап көпсігенше миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Достар, каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мінекей бізде осындай тесто шықты. Енді біз яблочный уксусымызбен содамызды араластыратын боламыз. Дайын болған қоспаны жаңағы қамырымызға салып араластыратын боламыз. Және де сүтті құямыз бөлме температурасындағы. Сары майды саламыз. Барлығын жақсылап тағыда миксермен араластырып аламыз. Егер сіздерде миксер болмаса, венчикпен де араластырсаңыздар болады. Жақсылап араластырып алған соң, үстінен ұнымызды салып, тағыда қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде осылай өткізіп салыңыздар, сонда қажетсіз заттары бөлініп қалатын болады. Осылай баяулатып етіп араластырып, артынша қамыр илейтін боламыз. Мінекей бізде осындай қамыр шықты. Енді морозильникке 3 сағатқа қойып, кішкене қатқан соң оны теркадан өткізіп, пешке қызарғанша қуырып алатын боламыз. Нәтижесінде осындай болып шығады. Енді осы дайын болған қамырды жақсылап майдалап езетін боламыз. Егер сіздерде блендер болып жатса, сонымен де істесеңіздер өте керемет болып шығады. Мен осылай үй жағдайында майдалап алдым. Енді осыған сгущенкамызды, вареный сгущенкамызды араластыратын боламыз. Вареный сгущенка болғанда варенка бар ғой, соны қолданасыздар. Барлығын жақсылап араластырып, формаға келтіретін боламыз. Сіздер қалаған формаларыңызға келтірулеріңізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі өте дәмді болып шығады. Мінекей осындай болып шықты. Мен осындай формаға салатын болдым. Кез келген ыңғайлы тұста істесеңіздер болады.